Қонаққа барып отырсыз ба? Қонаққа бара жатырмын, иә. Әлі çoğdam. Жұмыстан білмеймін ғой. Сәликемен төмен түсіп барады. Неге? Бүгін аңдуға рұқсат сіздерге не беріп қойды ма не? Приказ? Жоқ, аңдып отырған жоқ қой. Енді аңдып отырсыздар ғой есіктің алдында. Мейрамыңызбен. Рахмет. Өздеріңді де. Шықпайсыз ғой қазір, ә? Жоқ, қазір шығып жүрген жоқпын. Сіздер неге жаңағы өзгерісті қаламайсыздар ма не? Сіздерге осы өмір ұнай ма? Өмір ма? Сатып жатыр барлығын. Мына жақты Қытайға сатты, Қазақстанның жартысын Ресейге беріп жатыр. Биліктің бәрін Ресейге беріп қойды. Мені түсіріп отырсыз? Иә. Ондай нәрсені сөйлеспей қойшы. Жақсы бір нәрсе айтайықшы. Жоқ, мен түсіріп отқан жоқпын. Түсіріп отырсыз ғой, көріп отырмын. Сол үшін айтпай қойдың ба? Неге? Значит, тек қана жаңа жемқорларды қолдаймыз деңіздерші. Адам құқығын қорғамаймыз, жемқорларды қорғаймыз деңіздерші. Одан гөрі. Сол ғой. Сіздер болашақты ойламайсыздар. Бесікте мамаңыз кімге тұрады? Мамам ба? Өзі тұрады. Жалғыз? Немерелерімен тұрады. Ой, Аллай. Енді біз бекерден бекер жүрген жоқпыз ғой. Мысалы біз пенсиядағы адамбыз. Балдарымыздың, немерелеріміздің болашақты. Негізі жалпы Қазақстанның болашағын ойлап, мына жүрегіміз езіледі ғой. Ертең орыстың бодандығына өтсіп құл боламыз ғой. Орыстың құлы боламыз. Итак мына нені Қытайға барлық нәрсені еркіндікті беріп қойды. Оларға гражданствода не беріп жатыр, Ресейге де беріп жатыр гражданствоны. Қазір адам жоғалу көбейіп кетіп жатыр. Неден ол? Барлық органдарды сатып жатыр. Қытай деген тек орган сатумен айналысады ғой. Ресей не істеп жатыр? Украинаға өзінің орыстарын жібере ма? Соғысқа? Жібермейді. Жан-жақтан жиналған басқа ұлттарды жіберіп жатыр. Сонда сіздер не үшін келіп отырсыздар? Менің есігім алдына? Не үшін келіп отырсыздар? Алжалдан сұрап қойды. Мен танисыз ғой сіз? Танимын ғой, не үшін келіп отырсыздар? Жолда көресіз ғой? Жоқ, енді мақсат не? Осы жерде бірге қанша кездесіп қойды? Жоқ, енді мақсат не? Шығып қоймасын дейсіздер ма? Қауіп бар ма біздерден? Сондай қауіпті емес шығармыз? Жоқ. Мына жемқорлардан қауіпті емес шығармыз? Қауіптің барлығы мына жоғарыдан келгендерден келеді ғой? Қауіп кімнен қазір? Қарапайым халықтан емес, пенсионерлерден емес қауіп. Қауіп жала жапқыш биліктен. Сіз пенсияға шықтыңыз ба, апа? Мен пенсиядамын. Пенсиядасыз ба? Қанша 60 нешеде шығады әйел адамдар? 61-де. 61-де шықтыңыз ба? Иә. Вообще өмір жолын қайдан бастадыңыз? Мен негізі мұғалім. Мұғалімсіз ба? Алматыда істедіңіз ба? Иә, Алматыда істедім. Қай сабақтан бері? Рисование, қолөнер. Негізі менің мамандығым не ғой? Художник и оформитель. Сол жұмыстан кеттіңіз ба пенсияда? Иә. Қанша 25 жыл мұғалім істедіңіз ба сонда? 33 жыл.